Нағыз қытырлақ атылмайтын қиярдың рецебімен бөлісетін боламыз. Қиярымызды жақсылап жуып тазалап, салқын суға 2 сағатқа қалдырамыз. Банка қақпағымызды барлап, енді барлығына хрен жапырағын салып шығатын боламыз. Барлық қосатын заттарды жақсылап жуып тазалап алатын боласыздар. Енді сарымсақ саламыз және де лавр жапырағын саламыз. Осылай барлық банкаға теңдей етіп саламыз. Қара бұрыштың осындай домалақтарын салып шығатын боламыз және де қиярларымызды осылай тікесінен қойып банкамызды нығыз етіп толтырып шығатын боламыз. Барлығын бет жағы толмай жатса турап салсаңыздар болады. Осы шетіне қызыл болгарский қоссаңыздар өз еркілеріңізде. Ыстық қайнап тұрған суымыз құйып 20 минут 30 минутқа қалдыратын боламыз. Және де қалғанын осындай қиярды турап және де болгарский салып бүтін қызанақтарында салып шықтым. Осылай жасасаңыздар да болады. Жартылай қияр, жартылай қызанақ салып, дәл сол рецептпен жасайсыздар. Өте дәмді болып шығады. Осылай барлығын толтырып ыстық су құйып, жарты сағаттан кейін осылай барлығын төгіп тастадым. Бұл су мүлде керек емес, төгіп тастайсыздар. Осымен дайын. Бір ас қасық тұз, бір ас қасық құмшекерімізді салып шығатын боламыз. Барлығына бірдей етіп, кішкене қышқылды болған қаласаңыздар тұз көбірек салсаңыздар болады. Уксус саламыз барлығына. Осылай бір ас қасық толтырмай салып шықтым. Қайнап тұрған ыстық суымыз құйып, аузын жақсылап жауатын боламыз. Осымен дайын, өте керемет болып шығады. Мүлде атылмайды. Қытырлақ керемет болып шығады. Ас болсын.